Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын KFC-дің рецептісімен бөліскім келеді. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, дәмі тіл үйіретін болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен маринадын дайындауға кірісеміз. Суға қызыл бұрыш, қара бұрыш және паприканы қосып араластырамыз. Бір шай қасық сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы жолы мен тауықтың аяқтарын пайдаландым. Қаласаңыздар қанаттарын да пайдалансаңыздар болады. Маринадты осының үстіне толықтай құйып шығамыз. Тауықтың аяқтары маринадта толық батып тұру үшін осылай үстінен басамыз. Және үстіне тұз саламыз. Араластырып жібереміз және бетін жауып, тоңазытқышта кемі 2 сағат, тіпті түнге де қалдырсаңыздар болады. Панировка жасауға кірісеміз. Ұнымызға қызыл бұрыш және паприка салып араластырамыз. Және тұз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бірнеше сағат маринадтауда тұрған тауықты осы панировкамызға саламыз. Жақсылап ұнға аунатамыз. Одан кейін осылай дұршылаққа салып, артық ұнын қағып тастаймыз. Одан кейін осылай суға салып, бір малып аламыз және қайтадан ұнға аунататын боламыз. Жақсылап ұнға аунатып, артық ұнын қағып, осылай қуыруға дайындап қоямыз. Табамызға май құйып, май қызған сәтте қуыруға кірісеміз. Орташа отта осылай қуырамыз. KFC-дің бір жақ беті қызарған кезде екінші жақ бетіне ауыстырамыз. Екінші жақ беті де толықтай қызарған сәтте майдан аламыз. Біздің KFC-леріміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында дәл KFC-дегіндей болып шығады. Өте дәмді, сырты қытырлақ және іші де жұмсақ, толықтай пісіп шығады.
Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кәмшат, қош сау болыңыздар.